Абай Құнанбаев, ұлы ақын, есімі баршаға жақсы таныс. Оның терең, ойға толы қара сөздерін білмейтін адам жоқ десе болады. 1890 жылы Абай алғашқы қара сөзін жазып, содан бері халыққа өз білімін, өмірлік ойларын жеткізе бастады. Сол еңбектерінің ішінде көпке белгілі, әрі әсерлі туындыларының бірі 7-ші қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді? Бұл неге үйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары.